Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Алматы темір жолы. Грамматикалық тақырып дан-ға дейін. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Көрнекті орын, көрсету, жоспар, жақында, кіру, жуық, өткізу, сауалнама, бастау, тапсырма, тізім, шақыру, құрастыру, енгізу. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып жаттап алыңыздар. Бірінші тапсырма. Үлгіге қарап, пойыздың жүру кестесін жазыңыз. Тексеріңіз. Алматы 2, Нұрсұлтан пойызы сағат 8-ден 30 минут кеткенде теміржол бекетіне келеді. Нұрсұлтан Алматы 2 пойызы сағат 19-дан 25 минут кеткенде теміржол бекетінен кетеді. Алматы 2 Петропавл пойызы сағат 11-ден 33 минут кеткенде теміржол бекетіне келіп 25 минут тұрады. Сағат 11-ден 58 минут кеткенде теміржол бекетінен кетеді. Петропавл Алматы 2 пойызы сағат 6-дан 24 минут кеткенде теміржол бекетіне келіп 31 минут тұрады. Сағат 6-дан 55 минут кеткенде теміржол бекетінен кетеді. Нұрсұлтан Маңғыстау пойызы сағат 22-ден 54 минут кеткенде теміржол бекетінен кетеді. Маңғыстау Нұрсұлтан пойызы сағат 18-ден 25 минут кеткенде теміржол бекетіне келеді. Алматы Тараз пойызы сағат 20-дан 35 минут кеткенде теміржол бекетінен кетеді. Тараз Алматы пойызы сағат 10-нан 33 минут кеткенде теміржол бекетіне келеді. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Фестивальға дайындық. Мен жақында Білім Қазақстан деп аталатын мекемеге жұмысқа кірдім. Жұмысымды бір апта бұрын 1 сәуірде бастадым. Мен мұнда орта білім мекемелерімен байланыс департаментінің менеджері болып жұмыс істеймін. Менің міндетім қазақстандық білім мекемелерімен байланысты ұйымдастыру. Жұмысым сағат тура 9-да басталады. Сағат кешкі 17-де аяқталады. Қазір менің жалақым 120 мың теңгені құрайды. Кадрлар бөлімі меңгерушісі, егер мен жұмысымды жақсы істесем, жалақымның көтерілетіндігін айтты. Алғашқы жұмыс күнімде бөлім меңгерушісі маған мынадай тапсырма берді. Облыс орталықтарындағы білім департаменттері инспекторларынан жас мұғалімдер тізімін алу. Себебі біз қазан айында қош келдің жас мұғалім фестивалін өткіземіз. Соған 3 мыңға жуық ең үздік мұғалімді шақырамыз. Олардың жасы 22-ден 32-ге дейін. Ал еңбек өтілі 1 жылдан 12 жылға дейін болу керек. Мен солардың тізіміне жауаптымын. Бұл республикалық деңгейдегі іс-шараны жастар сарайында ұйымдастырамыз. Бірақ 4 мыңға жуық қатысушы жиналса, онда тәуелсіздік сарайында өткіземіз. Қазір мен жас мұғалімдерге арнайы сауалнама құрастырып отырмын. Әрине, оған фестивальға қатысушының аты жөнін, жасын, педагогикалық еңбек өтілін жазуды енгіземін. Тағы менің міндетім
Фестивальдан тыс уақытта қонақтарға Нұр-Сұлтанның көрнекті орындарын көрсету. Сол үшін мынадай жоспар құрдым. Думан ойын-сауық орталығындағы океанариумды көру. 7-сі 10-шы ай 2016 жыл. Сағат 15-тен 40 минут кеткеннен 16-дан 40 минут кеткенге дейін. Президенттік мәдениет орталығындағы экспонаттармен танысу. 5-сі 10-шы ай 2016 жыл. Сағат 14-тен 15 минут кеткеннен 15-тен 15 минут кеткенге дейін. Астана Бәйтерек монументін тамашалау. 5-сі 10-шы ай 2016 жыл. Сағат 14-тен 15 минут кеткеннен 15-тен 15 минут кеткенге дейін. Тапсырма. Әр азат жолға тақырып қойыңыз. Келесі грамматикалық тақырып. Данға дейін. Шығыс септігі іс-қимылдың шыққан орнын, мезгілін, себебін білдіреді. Мысалы, сабақ оқуды 6-дан бастадым. Барыс септігі қимылдың бағытын, мақсатын, кейде мезгілін білдіреді. Мысалы, ол жұмысқа 9-ға дейін келеді. Қолданылуы. Уақыт аралығын сипаттау кезінде. Мысалы, сағат 6-дан 9-ға дейін мен үйде болмаймын. Бір жер мен екінші жердің аралығын сипаттау кезінде. Мысалы, Қарасу ауылынан аудан орталығына дейін 20 километр. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Тиісті септік жалғауларды қойыңыз. Тексеріңіз. Абай Құнанбайұлы 1894 жылдан 1904 жылға дейін Жидебай ауылында тұрды. Театрдан 57-ші тұрғын үйге дейін 3 аялдама. Кітапханадан кинотеатрға дейін 5-ші троллейбус барады. Сағат түскі 7-ден 9-ға дейін мен теледидар көремін. Жаңбыр жұмадан жексенбіге дейін жауды. Павлодардан Өскеменге дейін билет қанша тұрады? Мен 10-шы ақпаннан 1-ші наурызға дейін демаламын. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы. Теміржол бекеті тақырыбында шағын мәтін жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.